Сәлеметсіздер ме достар? Егерде үйіңізде қандала көбейіп құтыла алмай жүрсеңіз, осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Қандала дене тұрқы 3 мм болатын қан сорғыш. Өз көлемінен 2 есе көп қан соратындықтан 6-7 мм-ге дейін үлкейе алады. Үй қандаласы тек адамның қанымен қоректенеді. Сондықтан адам бар жерде ғана жүреді. Қандала кез келген қараңғы, жылы жерге тығылады. Ол адам денесінің ашық жерлеріне жабысады, әсіресе түн ортасында белсенді болады. Аш болса, күндізде жорыққа шығуы мүмкін. Үй қандаласы, төсек қандаласы, диван қандаласы, киім қандаласы мен ағаш қандаласы болып бөлінеді. Қандалаға тек адам керек, оған ең жайлы орта жылы үй. Қандала ағаш жиһазы бар, температурасы бір қалыпты, қорегі табылатын үйде көбейеді. Қандала қайдан пайда болады? Қандала ескі үйде жиі кездеседі. Адам тұратын үй-жайларда ағаштан жасалған еден мен жиһазда тіршілік етеді. Ал бетоннан, монолиттен, кірпіштен салынған үйде тіршілік ете алмайды. Бірақ ағаштан жасалған жиһаздарда өмір сүретінін ескерген жөн. Бұл жәндік диванның тігісінде, адамның киімінде жиі кездеседі. Бір үйден екінші үйге көбіне киімге жабысып барады. Қоғамдық көлік сияқты адам көп шоғырланатын жерлерде де тарауы мүмкін. Пәтер ауыстырарда жаңадан сатып алынған жиһаз, көрпе-төсек пен басқа да жұмсақ заттар арқылы тарайды. Өмір сүруіне жайлы пәтер болса, қыс пен жазға қарамай белсенді болады. Қандаладан үйді қалай қорғауға болады? Ең алдымен үй-жайдың санитар-гигиена талаптарын орындау қажет. Пәтерді кем дегенде аптасына 1 рет шаң сорғышпен тазалап, ылғалдандырып отыру керек. Қандалаға қарсы дезинсекция қалай жасалады? Ол үшін барлық жиһазды, қабырға мен еден кемерді орнынан жылжыту қажет. Киім-кешекті қағып сілкіп далаға жайып қою керек. Үйдегі жиһаздардың қуыс-қуысын, едендегі төсеніштердің тігісі мен шетіне, плинтустардың шетіне дәріні мұқият шашып шығу керек. Мұндай дәрілерге циперметрин, гектар ұнтағы, кукарача, шквал, аврофос және тағы басқалар жатады. Дәрі пәтерде 1 тәулік, ең кемінде 12 сағат жатқаны дұрыс. Тыныс алу мүшелері ауыратын адамдарға 1 күн өтпей пәтерге кіруге болмайды. Ал ондай ауруы жоқ болса, дәрі адамға аса қауіпті емес. Киімді, төсек, көрпе мен жұмсақ заттарды ыстық суға жуса, қандала өледі. Бұл жәндік -22 градус пен +45 градуста тіршілігін жояды. Пәтерде бір қандала өлмей қалса, қайта көбеюі мүмкін. Қандала қызба, оба, бөртпе, сүзегі сияқты қауіпті жұқпалы ауруларды таратуы мүмкін. Оның иіс сезу мүшесі жақсы дамыған. Бір шаққанда бірнеше жерден шағып кетеді. Жәндіктің орташа тіршілік ету жасы 14 ай. Жаңағы мен атап өткен дәрілерді ветеринарлық аптекадан таба аласыздар. Ал достар, сіздерге видео пайдалы болды деген ойдамын. Менің каналыма жазылып, видеоға лайк басып, комментарияға бөлісіп кетіңіздер. Алдағы уақытта пайдалы кеңестермен бөлісетін боламын.